Хрустящий екен, даусын естіп жатсыздар ма? Сіздер үшін әдейі KFC жасайтын танысымнан рецептін сұрап алдым. Жасалу жолы да өте оңай екен, дәл осындай хрустящий болып шығады. Давайте бірге жасап көрейік. Ең әуелі ыдысымызға ұн саламыз. Мен кішкене кесемен 2 кеседей ұн салдым. Шамамен жасадым барлығын, және де 2 жұмыртқа салдым. 2 жұмыртқаның үстінен паприка салдым. Бұл қызыл әдемі түс беру үшін. Қара бұрыш салдым. Егер ащы болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрышты салсаңыздар болады. Және дәміне қарай тұз салып, су құйып, бір келкі болғанша араластырамыз. Мен қызыл бұрыш қосқан жоқпын, өйткені балалар жей алмай қалады деп. Тек осы паприка, қара бұрыш қосып, осындай сұйықтық жасап алдық. Ұнның ешқандай түйіршігі қалмауы керек. Осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Енді тауық етінің кез келген еті жарай береді. Осында мен төс етін алдым. Жан жақты балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін ешқандай сүйегі жоқ етті алып, дәл осындай ұзынша етіп турап аламыз. Және де жіңішке болуы керек, өйткені тез пісіріп аламыз, сол себепті осылай жіңішке етіп кесіп алыңыздар. Енді тауық еттерін дәл осы массаның ішіне салып, жақсылап араластырып шығамыз. Бұлар арасына сіңіп, әдемі дәм беру керек, сол себепті жақсылап араластырып, шамамен 2 сағатқа, кемінде 2 сағатқа салып қойыңыздар холодильникке. Одан көп тұрса тіптен жақсы. Мен 2 сағаттан кейін алып жасадым. Міне осылай жақсылап араластырып, бетін жауып, холодильникке салып қойыңыздар. Құрметті көрермен, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып алыңыздар. Себебі каналымда өте қолжетімді, қарапайым, жасалу жолы оңай, керемет рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. 2 сағаттан кейін дәл осылай ұнға бір малып алып, қызып тұрған майға саламыз. Жеке-жеке осылай салыңыздар. Қызып тұрған майға осылай барлығын салып шығамызда, 2 бетін аунатып, қып-қызылғып пісіріп аласыздар. Майы кішкене көптеу болу керек, сонда әдемі болып шығады. Шамамен 10 минуттай осылай қуырып алдым. Газдың үстінде қып-қызыл әрі қытырлақ, күшті болып шығады екен. Нағыз KFC осы. Енді үй жағдайында жиі мен жасайтын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге бір жасағанына ұнайтынына сенімдімін. Дәл осындай қып-қызыл әдемі болып шығады. Балаларыңызға кез келген соуспен беріп ұсынсаңыздар болады. Осындай кетчуппен ұсындым. Балаларым қуанып жеді, рахметін айтып, сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің видеом егер сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде бағалап лайк басып, төменге комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.